өздік құрап, Шекарашылар күніне арналған мерекеге жаңа жүзілмен туларды тапсыру аземіне тізілді. Генерал-майор Шаршаев. Бүгін 28 майда Қырғыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиевтің қатысуында Баткен жергесінде шекарашыларға бірқатар объектілер тапшырылды. Алғаш 20-22 аскер бөлігінде майрамдық құттықтау сөзін сөйлеген Камчыбек Ташиев 7 аскер бөлігіне күжірмен ту тапшырды. Саламатсыңар ба жокерлер? Еркин тұр! Қырғыз Республикасының ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің шекара қызметінің Баткен облысы бойынша бірінші басқарма Қырғыз Республикасы ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің шекара қызметінің Баткен облысы бойынша бірінші басқармалығына әрбір шекарашыға батырлық қағида салттарды, мекенді қорғау жана ага берилгендик менен кызмат кылуунун ыйык милдеттерин, Кыргыз Республикасы Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, өз күчүн, эгерде керек болсо, Кыргыз Республикасы эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн жанын аябастан сактоо жөнүндө эскерткич катары тапшырылат. Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасына ылайык мамлекет тарабынан чегара кызматын материалдык техникалык жактан жабдууну жакшыртуу, чегарачылардын эмгек маянасын жогорулатуу, социалдык жактан коргоо, алардын үй бүлөлөрү менен ыңгайлуу батирлерде жашоосун камсыз кылуу боюнча көп иштер жасалууда. Бул аракеттер мындан ары да улантылат. Анткени үй бүлө чегарачы үчүн ишенимдүү тыл. Урматтуу чегарачылар жана ардагерлер, дагы бир рет сиздерди майрамыңыздар менен коттоктаймын. Бардыгыңыздарга чындын соолук, бакыттаалай жана Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жооптуу жана сыймыктуу кызматта жаңы ийгиликтерди каалаймын. Кыргыз Республикасы чегарачылар күнү чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы жана күжүрмөн туу алышыңыздар менен коттоктаймын. Сатимов Данияр Илкебаевичке генерал-майор жогорку аскердик намы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Бишкек шаары 2024 жылдын 20 майы номер 123. Мекенге кызмат кылат. Андан соң 20-22 аскер бөлігіне құрылған жаңы штаб жана казарманы ачып, түзүлгөн шарттарын чегара кызматынын жетекчилиги жана кызматкерлерімен биргеликте таанышып чыкты. Имаратта аскер кызматкерлери үчүн заман талабына төп келген бардык шарттар камсыз кылынган. Үч балаңыз бар. Балдар не olur? Okuyup sadiki var abi. Okuyup, iki okuyup biraz sadik var. Okuyan ballar avtobus taşıyor da? Taşıyor da. Kaçak kanday yok taşıyor da? İkisini hemen taşıyor da, ertemeyi ki gidiyor. Ertemeyi alıp gelir, kayra alıp gelir, kesin alıp. Avtobuslar vardır, bir kere para alıp gelir. Tak точно. Bana çıkalım, sönen mi? Aylık alırsan da? Aylık artık жақсы. Kaç alırsın? 75. 75 alırsın. Kolum, he? Жалғастыра, бұл бала көптен бері істейді, қаптатшы. 4 жыл өмірдің зарплатаны ашарасың екен. Қанша алып шығады? 17 bin, 15 bin alacaksın. Azı kaç alacaksın? Pensiyamen 82 bin aldım. 82 bin alacaksın. 17 bin zarfat alacaksın, azı 82 bin alacaksın. Ne iş? То есть, bundan 3 yıl murdağı ayrılma var. 3 yıl ortası oldu. 17'si olsa 4 есе, 5 есе daha çok olur. İyilik olsun, desonat olarak yaşlı değil. Yaşlı değil. Kızmat takmak var.
Емес. Қанша уақыт қызмет қылғаныңыз? 5 жыл. Так, именно ушул жерде қаншадан өтіп отырсыз? 5 жылдан бері. Так, азыр қайерде ішіп отырсыз? Ушул жерде. Шартына өзгөрдүңүзбү? Жакшы болуп калдыбы? Жумушуңар жакшы болуп калдыбы? Так. Мындан 4 жыл алдын канча айлык алат едиңиз? 12.500 алат едиңиз, 4 жыл алдын, 12.500. Азыр канча алып жатасыз? Азыр 74 миллион өтөсүз. Жетип атабы? Жакшы. Жолдошуңуз да бул жерде иштейби? Жакшы экен анда. Сиз 82 миң алсаңыз, жолдошуңуз канча алат? 86 алат. Жетет экен да бир-бирине. Ийгилик болсун. Жакшылап иштейбиз, Денсаулықтар жақшыбы? Кім біледі шахматты? Сенші, білесің бе? Сен білесің бе шахмат ойнашты? Я. Точно білем. Қана жүрші? Білгенді текші дейді сені. Жүрші. Қойдың ба ақырын, Андай мұнда қачып кеттің, көрдің бе? Жүр, смело. Вот үшін мен сені күттім еді, үшінай қылады деп. Молодец. Мен мұна міне қойдым мұны. Так, мұны оңды мен жоқ қылайын ақырын де, Жүрдің ені мұна шақ. Не болды? Қаяға жүресің? Мотор. Мотор? Жақшы болар. Мақұл ма? Апаларды сағынып отырсыңар ма? Айынан келіп апаңды сағынасың, туған жерді сағынасың, атаңды сағынасың, бір туғандарды сағынасың. Шының барлығы мемлекетіміз үшін, еліміз үшін. Мақұл ба? Жақсылап жүрді. Денсаулықты қарап. Тамақ қандай? Тамақ жақсы не? Bir-birine uruşpaqlar. Maqul bu? Uruşpay bir-birine qo'llab turib xizmat qiladi. Tashlab qaramiz, ha? Салаттарды құсабы тоқ болуш керек, таза тамақ жеш керек. Анан ушу тамақтан эгерде уурдай баштай турган болсо бирөө жагы, тамақтан кыса баштай турган болсо, анда уже чатак. Мақұл ба? Ушунча күчкүнө ошо жумшак. Зарплата болгондо сиз хозяйсыздар бул жерде. Мақұл ба? Керек. Сиздин ишиңиз, Камчыбек Ташиев өткөн жылы атылган аскер бөлүгүнө жакын жайгашкан чек арачылар үчүн курулган 48 батирди тапшырган болчу. Бул жылы ага кошумча дагы 32 батир бүткөрүлүп, аскер кызматкерлерине ачкычтары тапшырылды. Аскер кызматкерлери үчүн ушул аймактын өзүнө дагы 60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жыл аягына чейин сапаттуу жана бардык жашоо шарттары менен курулуп жаткан үйдү бүтүрүүнү тапшырды. Сіздердің майрамыңарды, ой, красавицалар. Ой, молодецтер. Ой, қандай жақсы ой. Қандайсың? Аты кім сен? Қанеке? Каникулға шықтыңар ба? Қандай оқыдыңар? Жақсы оқыдыңар ба? Так, сен оқуға барғанда автобустар апарып атты бы? Автобус апарады, автобус алып келеді, а? Қиналған жоқсыңар ба? Жақсы. Ата-енеңердің тілін алып отасыңар ба? Сіздер дағын ата-енеңерге оқшап, мемлекетті қорғаған, мемлекетті сақтоочу, қорғоочу боласыңар ба? Ай, молодцы, молодцы. Жақсы, денсаулықты оқыған, а? Қалдарым, жақсы жүріп.
Кандайсыздар ата энелер? Жакшысыңарбы? Үй кандай болуп атат? Үйдө жашап атасыңар? Жакшы элеби шарттары? Түзүк элеби? Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы бар. Ошол чегарачыларды, чегарада кызмат кылгандардын үй бүлөлөрүнө толук бойдон толук шарттарды түзүп бергиле деп тапшырма койгон. Ошонун негизинде мына келип отурабыз, жасап атабыз колубуздан келгенин. Президентибиз ар дайым сурап атат. Бүгүн эртең менен дагы мен бул жака учаарда салам айтты баардыгыңыздарга. Урматтуу президентибиз саламын силерге жеткизип коеюн. Так, анан ушу мына үйлөрдү жасап берип атабыз, дагы үй салып атабыз. Мына бул жерге болсо бала бакча салып атабыз. То есть баардык шарттарды түзүүгө аракет кылып атабыз. Так. Парк. Садыр Жапаров. Садыр Жапаровпу? Садыр Жапаров Бишкекте сага салам айтты. Мына. Көрдүңбү? Атың ким? Нурнамыз. О, сага Садыр Жапаров салам айтып берди. Уктуңбу? Молодец. Ой, сен менден бедер кабагың каттың. Я. Құдай қаласа Алла шықпа, сіздер жақсы болып кетесіз, да қызым? О, қандай, жақсы ма? Жаңа келіп жүрсің ба? Молодец. Мекенді қорғайсың ба? Рахмат, Алла разы болсын, сеңерге қош берсін. Түнчі болғылар, заманымызды түнчі болсыңар, сен аман, бардығы болсын. Шунчалық таразақы неме қылыпсың, ішіңе қош берсін. Барына шияқтағыларға бесен болсын, мұна шу балдардың өмірлері ұзақ болсын. Шу чегарадағы балдардың ден солығы жақсы болсын. Рахмат, көз болыңыздар, ден солығы. Урматтуу чегарачылар, чегара кесибин аркылуу абдан татаал, чоң жоопкерчилик экенин жакшы түшүнөбүз. Андыктан абдан жооптуу, татаал жана сыймыктуу кызматыңарда албан ийгиликтер болушуна тилектешмин. Амандыкта, ден соолукта болуп, элибиздин ишенимин актап, ак ниет ишиңиздер менен сыймыктангадай даражага жетишиңиздер. Майрамыңыздар менен, урматтуу чегарачылар. Рахмат. Қалаңыз, отырыңыздар. Омин. Тыныштық болсын, ушу үйдө бакытты алай болсын. Мамлекетибизде тыныштық болсын. Сенин үйүңдө тыныштық болуп, бала чакаң менен, келинчегиң менен ойноп күлүп жүргүлө. Көп балалы болгула. Квартирада турганбыз. Анан бияка көчүп келдик бүгүн. Аябай кубанып турабыз. Сүйүнүп. Квартира 2 бөлмөлүү, кухняны кошкондо 3. Аябай шарттары жакшы, сонун түзүлгөн. Бүт бардык шарттары бар. Жакшы бардыгы бизге жакты, аябай жакты. Балдар аянтчасы дагы бар. Баламды кечке эшикке алып чыгып ойнотуп. Жакшы. Эртең атаңарды энеңер сыйра алмаштырасың. Макулбу? Жакшы жүргүлө. Молодцы. Бул жерде мына 60 дедиңизби? 60. Так, дагы бир 100 адамга жетпей деп атасыз, анда дагы бир үй куруш керек экен, ошо жетет экен, э? Ооба, дагы бир 60-80 квартиралык курсак жетет экен, э? Андан соң УКМК төрагасы чегара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядына курулган аскер бөлүгүнө барып, ачылуу аземине катышты. Бөрү Атайын багыттагы отрядына да заман талабына ылайык келген бардык шарттар түзүлгөн. Аскерлердин кызмат өтөөсү жана эс алуусу үчүн керектүү шарттар толугу менен түзүлгөн. Бул аскер бөлүгүнүн курулуш иштери өткөн жылы башталган болчу.
ألف لام ميم رزقناهم إليك وما هم بالآخرة هم يوقنون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 الله أكبر 같이 가라고 들은 거지. 어디서? 치치. 더 잡지 말고. 더. Бұл оқу орнында 7 элемент бойынша тоо тоскоолдуктарынан өтүү. Бұл тоскоолдукта экме эк боюнду аркы. Башка көрбөйсүң. Камчыбек Ташиев учкучсуз учуучу аппараттардын иштөө режими менен да таанышып, окуу даярдыгына күбө болду. Шарттуу бутага сокку урулуп, окуу даярдыгы тийиштүү даражада аткарылды. Камчыбек Ташиев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун атайын өкүлдөрү менен биргеликте чек ара коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү болгон жаңы каражаттар менен таанышып чыкты. Уюм менен кызматташуунун алкагында чек арачыларга унаалар тапшырылды. Мамлекет сіздерге сеніп отырады. Мамлекетті тыныштығын сақтаған, қауіпсіздігін сақтаған, келешегін анықтаған жігіттер мына сіздерсіңер. Ошондуктан урматтуу президентибиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бизге берген негизги тапшырмалардын бири сиздерге шарттарды түзүү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыйла шарттарыбыз оңолуп калды. Мындан 3 жыл алдын кандай элек, азыр кандайбыз? Айлык акыларыбыз, турак жайларыбыз, жашаган жерлерибиз, иштеген шарттарыбыз, курал жарактарыбыз, техникаларыбыз айта берсе көп бардыгыны жаңылап кайрадан түзгөнгө аракет кылып атабыз. Негизинен кайрадан түзүп калдык. Урматтуу жоокерлер, мындан ары сиздерден негизинен коюлган талап мамлекетти көздүн карагендей сактоо. Мамлекетибиздин келечегин аныктоо. Балдарыбыздын Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүн, Кыргыз мамлекетинин чек арасын ар дайым коопсуз кылып сактоо мына сиздердин милдетиңиздер. Ден соолукту болгула, бири-бириңерге жардам бергиле, бири-бириңерди колдогула. Эч качан бири-бириңерге мындай жамандык кылбагыла. Бул турмушта баарыбыз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Силер мамлекетке жардам беришиңер керек, мамлекет сиздерге толук бойдан жардам бергенге милдеттүү болуш керек. Майрамыңыздар менен урматтуу жоокерлер. Камчыбек Ташиев чек арачылар үчүн курулган жаңы ашкананы көрүп, аскерлер менен биргеликте майрамдык түштөнү кылып, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, Баткенге болгон бул жолку жумушчу сапарын аяктады. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион, Баткен облусу.